Бәріңіз сәлем балалар, сіздермен бейбарыс ағайларың және де бүгінгі біздің тақырып аспан неге көк түсті? Аспан неге көк түсті? Бала кезде бұл сұрақ бәрімізді мазалағаны анық. Ежелгі заманда гректер аспаны ерекше көгілдір түсті, мөлдір таза шыныдан тұрады деп топшылаған. Ал орта ғасырда ғалымдар көк түс қара мен ақтың қосылуынан пайда болады деп ойлаған. Тек 18 ғасырда Исаак Ньютон күн сәулесінің өте ұсақ тамшыларына шағылысуынан аспанның көк түсті болатынын анықтады. Ал бұл сұрақтың соңғы әрі нақты жауабын ағылшын физигі тапты. 1899 жылы Джон Уильямс Ред аспанның түсі күн сәулесі шығаратын толқынның ұзындығы мен атмосферадағы сәуленің шашылу қарқындылығына байланысты екенін дәлелдеді. Неге аспан басқа түсті емес? Аспанның негізгі түсі көк деп саналғанымен, оның әртүрлі реңдерді беретінін жақсы білеміз. Көріп те жүрміз. Кешкі уақытта раушан түсті, ал бұлтты күні тек сұрғылт болатынын байқауға болады. Сондай-ақ аспанның түсі жердің қай бөлігінде жүргеніне байланысты. Мысалы, солтүстік аймақтарда күннің батар уақытта аспан сүттей аппақ түске, ал оңтүстікте жарық сарғыш түске боялады. Аспанның реңінің өзгеріп тұруын оңай түсіндіруге болады. Атмосферадағы су тамшыларына соқтығысатын күн сәулесі ақ түсті келеді. Ал кемпір қосақтың барлық түсі ақ реңкке болатынын ескерсек, су тамшысына соқтығысқан соң сәулелер әртүрлі түске шашырайды. Бұлай болса, неге аспанның негізгі түсі көгілдір саналады? Мысалы мынада. Әр түстің толқын ұзындығы өзіне ғана тән. Толқынның таралу қарқындылығы жоғары болғандықтан көк не күлгін түстер пайда болады. Ал бұл екі түстің ортасы көгілдірді береді. Неге аспан түрлі түсті емес? Кейде аспанның бірнеше түске бөлініп, көк қызыл түсті болатынын байқаймыз. Әсіресе мұндай сәт күн батарда жиі байқалады. Күн батқанда сәулелер алыс қашықтықтан келетін, оның қарқыны азайып әлсірей түседі. Сол себепті қызғылт не сарғыш түске болады. Міне, бар мәлімет осы балалар, әлі талай сабақтарда кездесеміз. Қош, сау болыңыздар.